бауырымыздың ұйымдастыруымен, ұйытқы болуымен осындай бір үлкен сарайда мәуліт кеші өтіп отыр. Қош келдіңіздер. Аллаға мақтау мадақтар болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат сәлемдер болсын. Енді біз әрине бүкіл істі бісмілламен бастаған халықпыз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мәулітін әсіресе Құранмен бастау біз үшін міндет. Сондықтан да қасиетті Құран оқуға Данияр Қари ағамыз Құран оқыса, Наиб муфти иншалла Қоңыратбайұлы батасын жасаса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. Allah Ta'ala Rabbim осы оқылған қасиетті Құранның қасиетті аяттарының болған сауапты ардақты сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям шәкіне жәми пайғамбарлардың әулие әмбиелердің және де бүгін осы жиынға мәулітке жиналып отырған қадам басып отқан ықыласпен қол жайып отқан баршамыздан Құран дұғадан өткен марқұм ақынлардың күллі ла илаха илlalloh Мұхаммад расулуллах жәми мұсылмандар рухтарына бағыштаймыз. Алла Тағала марқұмдардың рухтарын шад жайларын жәннаттың қылсын. Ақиқатында Алланың құлы, пайғамбардың үмметі болып, Алла Тағала бұл дүниеде ақиретте баршамыздың жүзін жарық болсын. Алла Тағала әрдайым иманымыз өзімізбен бірге болуға Алла Тағала өзі нәсіп етсін. Бүгінгі мынау оқып отқан мәулітімізді Алла Тағала өзі дәргahында қабыл етсін. Айдан аман жылдан есім болып, келесі жылға да осы мәуліт айларына, айт күндеріне, құрбан айттарға төрт көзімізді көріп, елімізбен, халқымызбен, жамағатымызбен бірге амандықта, жақсылықта жетелеуге Алла Тағала нәсіп етсін. Қазақстанымыздың мәдениеті жоғары, қуатты, мықты, бірлік жарасқан мемлекет халық болуымызды Алла Тағала нәсіп етсін. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. الله أكبر. Рахмет, Алла разы болсын. Қазақтың бас ақыны Абай атамыз жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, қаймақша жүріп күн өтпек деген бір керемет өлең жолдары бар. Сол жүрекке қайрат беретін Алла Тағаланың қасиетті Құраны, ақылға сәуле қондыратын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннеті, дара жолы, сара жолы.
егер біз Құранға сүйеніп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қара жолымен жүрмесек, әрине хайуанша жүріп күнелт етуіміз анық. Сондықтан да бізді ондай жамандықтан тосатын Алланың кәләмі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті екені сөзсіз. Естеріңізде болса, осы жылдың басында Қазақстанның статистика басқармасы осы біздің елде өмір сүретін халықтың ең көп белең алған, ең көп жайылған фамилияларын айтқан еді. Соның ішінде 66.091 адамның фамилиясы бұл Ахметовтер екен. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген сүйіспеншіліктен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды құрметтегендіктен пайғамбарымыздың бір аты Ахмет екенін жақсы білеміз. Ал енді келесі көп таралған фамилияның ішінде бұл Омаров деген білесіздер, Хазірет Омар радиаллаху анхудың атымен аталған адамдар өте көп. Бұл 45.193 адамның. Келесі кезекте бұл Алиевтер, бұлар 35.000 адамның есеген аты екен, фамилиясы екен. Одан кейін Османовтар бар, бұл да үлкен кезекте тұрған фамилиялар екен. Бұл бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның және оның Хулафай рашидиннің атымен аталатын фамилияның көптігін сіздерге көрсетеді. Сондықтан да ардақты құрметті бауырлар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дағды жолымен, сара жолымен жүріп келе жатқан үмбет болғандықтан, әрине біз пайғамбарымызды, оның ақиқатын және оның сахабаларын барлығын жақсы көреміз, құрметтейміз, ардақтаймыз. Бұл жолдан біз таймаймыз. Ардақты құрметті бауырлар, енді кешкі астың уақыты екендігі рас, бірақ сонда да біз сөз қадірі өз қадірін дейді. Адам баласының алдына ас қойған кезде өзге жаратылыстан оның ерекшелігі, жылқыға шөп салсаңыз, сиырға шөп берсеңіз, ол басымен барады. Ал адамның алдына ас қойсаңыз, ол тамақталып аузына барады екен. Бұл деген сөз, мен құлқыным үшін арымнан аттамаймын деген сөз. Мен құлқыным үшін біреуді қиянатқа қимаймын деген сөз. Сондықтан да біз һәм тамақтан ақырындап алып отырып, үлкендеріміздің сөзіне құлақ түріп отырайық. Олай болса, Хазіретіміздің арнайы сәлемін алып келіп отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төраға орынбасары Наиб Муфти Кенжалы ағамыз келіп отыр. Алғашқы сөз кезегін ол кісіге ұсынсақ.